Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің. Нева өзенін сүйкімді, бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемін, өркеш-өркеш жарасқан шоқылардай дередім. Сапырылған көк теңіз, шомылдырып кемерін, шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Не затем я на свете жил, чтоб разбойничий чуять смрад. Не затем вам, братья, служил, чтоб забрался ползучий гад в город сказочный, в город-сад. Не затем к себе Ленинград взор Джамбула приворожил, а затем я на свете жил, чтоб сброд фашистских громил, не успев отпрянуть назад, волчьи кости свои сложил у священных ваших оград. Арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам, жасағам жоқ өмірді, жау сойқанын көргелі. Төккенім жоқ терімді, шер қылғалы кеудені, жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көңгелі, жасағамын өмірді, жау біткенді, жеңгелі. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя, слышат пастбища сырдарьи, вой взбесившегося зверя. Если б ныне к земле приник, только ухом приник Джамбул, обрела бы земля язык и дошел бы сквозь недра гул отечественной войны на просторах родной страны. Саудыратып сүйегін топыраққа көмгелі, Қазақстан жерінен тұтағандай елкегі. Жолды кернеп қол кетті, сендерге дем бергелі. Не балабын қорыңдар, Ленинградтың ерлері. Ұрпаққа үлгі болыңдар, заманамның өрнегі.
Бұйыл қаһарман жауынгер, Кеңес одағының батыры, жазушы Бауыржан Момышұлының туғанына 115 жыл толып отыр. Мәскеу түбіндегі шайқасқа қатысып, даңқты панфиловшылар сапында ерлік көрсеткен ол көзі тірісінде-ақ аңыз андамға айналды. Он прошел через всю долгую войну, начав ее в звании старшего лейтенанта и закончив полковником. Командовал взводом, батальоном, полком и дивизией. Полководец, патриот, достойный сын своего народа. Гордимся и помним героя. Тапқан елім деген дабылдан, елдің ері Бауыржан. Қайсырлық пен қаһармандық тұлғасы, ұрпақтары басын иіп табанға. Адал болған халқына кір келтірме азаматтық атына. Момышұлы ат айналып аңызға, өшпей тұғын із қалдырған артына.
Жаутаңдап қарап дала тұр, көз жасын сүртіп жаңа бір хабарсыз ұлын сұрауға жолынды тосып ана тұр. Қаншайдың ұрлап адамын, қаншайде сөніп қалды оттар. Көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кешпей жарым келер деп төрлер сайлап орынды, батысқа қарап елеңдеп ару жұрт тосып жолынды. Көтерді бәрін ауырдан, азамат болып ардақтар. Көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған анажын. Көкімде айтпай танырмын деп бір сәби бала жүр. Қайрылмай қалай кетесің, хабарсыз қалай ол тоқтар. Көрдің бе оның көкесін, соғыстан қайтқан солдаттар. Қаншама қайғы солдаттар, барады үнсіз түнеріп. Соғыстан қайтқан солдаттар, соғыстан қайтқан солдаттар, соғыстан қайтқан солдаттар. Олай болса, ерлікті, елдікті дәріптейтін әндер мәңгілік шырқала берсін. Ол да ұрпақтан ұрпаққа жалғасар аманат іспетті. Өйткені біз жеңістің мұрагеріміз. Тарихтан тәлім алу үшін жорықты жылдардың әндерін санамызда сақтау қасиетті парызымыз. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границ земли дальней восточной броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порука, нерушимой крепкою семьей. 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой. Друзья, перелетные птицы, только быт наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь.
Потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Ехал я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошла. Встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полнее наливай. Встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полнее наливай. Ер есімі ел есінде. 2025 жылдың 25 қазанында қазақ халқының аяулы қызы, Кеңес одағының батыры, ер жүрек снайпер Әлия Молдағұлованың туғанына 100 жыл толады. Қазақтың қайсар қызы небәрі 18 жасында Майдан даласында ерлікпен қаза тапты. Алайда оның отанға деген сүйіспеншілігі мен қайсарлығы жас ұрпаққа жарқын үлгі болып, жұлдыздай жарқырай бермек. В 1943 году Алия Молдағұлова ушла на фронт. Она попала в роту, которую однополчане шутливо прозвали ротой карандашиков. Девушки-снайперы в ней все были небольшого роста. В боях во время шквального огня погибает командир. Алия со словами «За Родину! Вперед!» подняла и повела за собой роту солдат, которые уже через мгновение ворвались в траншеи врага. Ранение осколком мины оказалось для Алии смертельным. Әлия Молдағұлова батылдық пен батырлықтың символы. Ол жарқырап жанған мәңгілік жұлдыз. Халық жадынан ұмытылмайтын жүрегінде сақталар тұлға. Қостың бейне бір баласындай сұлу сазды жастықтың күйін кешкен, күйін кешкен, күйін кешкен. Батыр қызы сен халқыма
жұлдыз өзіңсің, шоқтай жарық, көз алмаймыз көркінен. Тоқтай қалып, тоқтай қалып, тоқтай қалып. Туған жердің төсінде мәңгілікке тұр ғой сенің жүрегің. Оттай жанып, оттай жанып, оттай жанып. Әлия, батыр қызы сен халқымның. Әлия, ару қызы сен халқымның. Ерке құс кен даламнан, кен даламнан. Әлия, батыр қызы сен халқымның. Әлия, ару қызы сен халқымның. Ерке құс кен даламнан. Ерліктің алдында бір ғана ұрпақ емес, дәуірлер басы кет. Миллиондардың қанымен келген ұлы жеңіс, елдік пен ерліктің қайнар көзі. Мы знаем цену миру. Мы выбираем мир. Мы выбираем жизнь. Наш долг — сохранить свободу и Родину. Қиын жолдарда аман келеміз, асыл заман саған сенеміз. Жарқын өмір, жақсы күндер арнап сәлем береміз. Ерім қолдарда барын беренде, елім жасаған жары тереңдік, нұры
ты, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник, седьмой на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи в битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник, седьмой на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны фашистские войска атаковали границы нашей Родины. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Мирная жизнь была разрушена. Война, страшная, беспощадная война, перевернувшая судьбы миллионов. Ұлы Отан соғысының алғашқы күнінде Қостанай облыстық партия комитеті шұғыл жиналыс өткізіп, қорғаныс және халықтық жұмыстарды күшейту үшін жоспар құрды. Ұлы Отан соғысы жылдары біздің облысымыздан майданға 73.500 тұрғын аттанып, 43 мыңнан астамы оралмады. Жат топырақта жастанды. Біздің туған жерімізде 219-шы атқыштар полкі, 11-ші атқыштар дивизиясы және 151-ші жеке атқыштар бригадасы құрылды. Были поставлены задачи по подготовке стрелков, снайперов, радистов, медицинских работников. Жизнь нашей области была подчинена лишь единой цели. Все для фронта, все для победы. Люди прощались, солдаты уходили на фронт, матери обнимали своих сыновей, жены, мужей, дети, отцов. Солдаттарды қандай жағдай күтіп тұрғаны беймәлімет. Аналар баласын, әйелдер жан-жарын, балалар әкелерін қимай, қайғыдан қан жұтты. Олар қиын күндердің жақындап келе жатқанын жан жүрегімен сезінгенді. Адамдар қоштасып жатты. Көп адамдар үшін бұл мәңгілікке қоштасу болды. Боздаған ана,
шырылдаған бала үні аспан астын күңірентті. Жылдар өтіп барады тізбегімен, жаздарыммен қоштастым көздеріммен. Жүріп өткен сендердің іздеріңмен, үміт үзбей сендерді іздедім мен. Қайрандастарым менің, майдандастарым менің, жеңіспенен оралған бауырларым. Сағынамын сендерді, сағынамын. Айларымнан іздедім, жылдарымнан үміт үзбей іздедім, қарларымнан. Терлеріңнен сендердің суғарылған шөл даланың іздедім құмдарынан. Бауырластарым менің, қаруластарым менің, қай жерлерде жүрсіңдер майдандастар? Тағдырларың не болды, қайран достар? Мен сендерді іздеймін жан жағымнан, түндерімнен сәулелі таңдарымнан. Сендер жайлы жазылған дастандардан, парағынан іздеймін аударылған. Құрбыластарым менің, нұрлы аспаным менің, гүлдерімнен іздеймін бір шігінен. Жүрегімнің іздеймін дүрсілінен. Мен сендерді сорадым болақтардан, жапырақтан, гүлдерден, қорақтардан. Сендер жайлы жазылған дастандардан, парағынан іздеймін аударылған. Қайрандастарым менің, майдандастарым менің, қайдасыңдар, қайдасың бауырларым? Сағынамын сендерді, сағынамын. Қайрандастарым менің, майдандастарым менің, қайдасыңдар, қайдасың бауырларым? Сағынамын сендерді, сағынамын. И среди хаоса, среди огня и крови, когда слова застревали в горле, когда слезы душили, из одного уголка необъятной великой страны в другой полетели тысячи и тысячи писем.
Пиши мне чаще, сынок. Пиши обо всем. Мамочка, все хорошо. Прошел боевое крещение в тяжелом бою. Молюсь за тебя каждую ночь. Все мысли только о том, чтобы ты поскорее вернулся. Сұрапыл соғысы жылдары Майдан даласы мен тылдағы елдің арасындағы хаттар легі тоқтаған жоқ. Ақпараққа сия болып төгілген сөздер жауынгердің туған жерге, отбасына деген сағынышы, арманы, сенімнің айғақ ет. Солдат хаттары тарихтың куәгері, рухани мұра, оларды сақтау біздің қасиетті борышымыз. Доченька, будь осторожна. Сообщили, что враг подступает к вашему городу. Знай, что мы тебя очень любим. Прошел боевое крещение. Сыночек, уже месяц не получала от тебя весточки. Пишу в надежде, что ты жив, здоров, что все хорошо. Хаттар мен жедел хаттар Майдан мен тыл арасын жалғаған алтын көпірге айналды. Олар от пен оқтан, ақ түтек боран мен қиян шеттен асып адаспай жетті. Әрбір хатта жүректі тербейтін сан түрлі сезім, үміт пен сағыныш, махаббат пен өмір, адам тағдыры жатты. Скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты платочек, милый, желанный, родной. Нет больше ночи, где ты платочек, милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой.
со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Сколько заветных лоточков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, таких желанных, любимых, родных, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Ардақты анашым, бүгін саған және әкеме бір-екі ауыз сөз жазуға бел будым. Өзім бұрынғы орындамын. Бәрі жақсы. Анашым, сенің хаттарың сирек келетін болды. Бәлкім уақытың тапшы шығар. Ал менде қазір бос уақыт көп. Күйлі қуаттымысың. Сен қазір шөп шабуға кіріскен боларсың, я? Саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Жұмысың өнімді, ең бастысы денсаулығың мықты болсын. Ауырма, мені ойлап уайымдама. Туыстарға сәлем айт. Все для фронта, все для победы. Именно с таким девизом работала наша малая Родина. В короткие сроки была перестроена экономика, промышленность и сельское хозяйство. Артели 1 мая, Красный передовик, Пимакат, 13 лет октября стали производить учебные винтовки, ремонтировать пулеметы, шить белье и одежду для фронтовиков. 1941 жылы Херсон қаласынан Қостанайға большевичка тігін фабрикасы эвакуацияланды. Бұл фабрика майданға жылы тон, орамал, жол дорба, противогаз салғыш сөмке секілді керек жабдықтарды жеткізіп тұрды. Қостанайлықтар фабриканың жұмысын ретке келтірген беттақ, Мәскеу түбінен химиялық талшық зауытын орналастыру бастады. Соғыс уақытының талабы қатал еді. Майданға оқ-дәрі ауадай қажет болатын. Бұл зауыт сол қажеттілікті өтеуге тиіс еді. Начало поступать оборудование завода «Комсомолец», производили огнеметы АТО-42 для уничтожения живой силы противника. Этот завод внес свой немалый вклад в техническое оснащение армии. Работали в тылу в основном женщины. Они и стали опорой
той самой, которая держала весь тыл. Руки женщин были в мозолях, но они не сдавались. Они стояли у станка, работали в поле, растили детей. Женщины ждали вестей о победе. Женщины тоже шли на войну. Стреляли, перевязывали раны, рыли окопы. Медсестра, снайпер, связистка, летчица. Женщины тоже видели смерть лицом к лицу. Они несли в себе не только силу, но и нежность. Но даже в этом аду женщина всегда оставалась женщиной. Бусинка, Маншагом. Вот как ласково называли Маншук Маметову родные с самого раннего детства. Кто бы мог подумать, что девочка со столь ласковым именем впоследствии прославится как отважный герой своей страны, не знавший страха перед сильным и жестоким врагом. Единственная во всей советской армии летчица-казашка Хиуаз Доспанова, узнав о том, что формируется первый женский авиаполк под руководством легендарной советской летчицы Марины Росковой, попросилась в летчики запаса. И после дополнительного обучения стала штурманом-стрелком в 588-м ночном бомбардировочном авиаполку. Жастайынан жетім қалған Әлия 7-ші класты бітірісімен 17 жасында майданға өз еркімен аттанды. Шайқаста Қаршадай қазақ қызы ерліктің ерен үлгісін көрсетті. Сол аласапыран қиын сәтте Әлия алға, отан үшін деп ұран тастап жауға ұмтылды. Өзі де жараланды, бірақ жастығын ала кетті. Жауының да көзін жойды. Сұрмерген батыр қыздың соңғы жазған хаты қандай әсерлі. Сәлем саған туған жер. Сәлеметсіз бе, қымбатты апам Сапура? Саған жиі хат жазғымақ келеді, бірақ жағдай мүмкіндік бермей тұр. Ағама, жеңгеме және барша туыстарыма менен сәлем айт. Кішкентайларды көрсең, мен үшін маңдайларынан сүйші. Тек сен, жаным, жиі хат жазып тұршы. Жердің шеті, желдің өтіндегі отан үшін от кескен жауынгерлерден де сәлем жолдаймын. Сағынып хат жазушы Лия. Папа, я уже сел на лошадь. Хочу, чтобы ты увидел, как я катаюсь. Хозяйство держу под присмотром, помогаю маме и сестре. Возвращайся скорее, мы тебя очень ждем. Письма. Эти маленькие потрепанные листы бумаги, которые приходили из дома, были больше, чем просто слова. Они были дыханием жизни. Каждое письмо – это кусочек дома,
Это голос матери, который слышен сквозь тысячи километров. Это любовь жены, которая согревает даже в самый холодный окоп. Это смех ребенка, который доносится сквозь гул войны. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Скажешь, с тобой да плохо без тебя, голову на плечи терпеливые подплеть, подплеть. Ты солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. мың 941 жылы 21 желтоқсанда жоғарғы бас қолбасшысының бұйрығымен біздің қаламызда аңызға айналған 151 жеке атқыштар бригадасы құрылды. Бригада командирі болып майор Леонид Васильевич Яковлев тағайындалды. В 1942 году на городской площади состоялся митинг, посвященный уходу бригады на фронт, на котором бригаде было вручено знамя с наказом непременно донести его до победы. 151-я стрелковая убыла из города в распоряжении Северо-Западного фронта. В мае бригада совершила 180-километровый марш по размытым и избитым дорогам. Среди них был наш герой Илья Сьянов. На фронте, среди грохота орудий, бесконечных маршей и атак, у солдат была
одна святыня. Ни оружие, ни паёк, ни шинель. Солдаттар үшін елден келген хаттар мен фотосуреттер қарапайым қағаз емес, жүрекке жақын, қымбат бойтұмар саналды. Себебі бұл хаттарда олардың күресі мен өмірінің мәні жатқан. Сарғайған парақтарда туған үйдің түтінінің иісі, анасының алақанының жылуы, сүйіктісінің үмітке толы көзқарасы бар еді. Олар үшін бұл хаттар өмірдің өзі, сол өмір ішінде оқ пен оттың ортасында қаймықпай шайқаста. Каждое письмо приближало бойца к победе. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ребята, а давайте нашу! Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню в лад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый,
клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Письмо за родину Владимира Пожидаева, погибшего в бою. Здравствуй, родной брат Миша. Здоров. Жду от тебя писем. Хочется знать о дальнейшей судьбе твоей жены и сына. Моя жизнь и служба известная. Новостей особых нет, а у тебя, пожалуй, их теперь много. Домой пишу часто, а вот из дома получил пока всего одно письмо. Шлю поклон родному Кустанаю и горячий воинский привет. Стихотворение собственного сочинения оцени сам. Твой брат Владимир. Далеко отсюда на восток, в Казахстане, солнечном краю, я родной оставил городок. Мать, сестру любимую свою, обещал им бить врага жестоко, чтобы счастье наше отстоять, чтобы день, начавшийся с востока, как и прежде, радостно встречать. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Володька, пойдем! Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. За период войны дважды Герой Советского Союза Леонид Беда принимал участие в освобождении многих рубежей. Совершил 244 боевых вылета, за которые им лично и в составе группы было сбито 4 вражеских самолета, 24 танка и 48 автомашин, 68 точек зенитной артиллерии, 46 вагонов и большое количество живой силы. Выполняя боевое задание, Максим Сапко производил минирование переднего края обороны. Атака противника задержалась на минных полях, а затем была отбита. Сапко лично установил 105 мин, разминировал минное поле, обеспечив успех наступления, за что получил награду за боевые заслуги. Сейтхан Темірбаев 1942 жылдың мамыр айында Харьков түбіндегі шайқаста алғашқы қанды ұрысқа кірді. Ол Сталинград үшін шайқастарға қатысып, Беларусь, Молдавия және Польшаны азат етуге атсалысты. Жеңісті Берлинде қарсы алды. Василий Афанасьев прошел с боями от Воронежа до Праги. Артиллерийский расчет гвардии старшего сержанта Афанасьева имеет на своем счету 18 уничтоженных фашистских танков, 10 пулеметных точек, сотни солдат и офицеров противника. 1943 жылдың 25 шілдесінде Ленинград майданында Синявин үшін болған қиян-кескі шайқаста 23 жастағы Сұлтан Баймағамбетов ерлікпен қаза тапты. Ол өз денесімен жаудың зотының амбразурасын жауып, қаруластарына шабуылды жалғастыруға жол ашты. Бұл ерлік Ленинград қоршауын бұзуда маңызды рөл атқарды. Помощник командира взвода, гвардии сержант Александр Парадович 24 октября 1943 под непрерывным огнем противника первым переправился через Днепр. Проделал проход в проволочном заграждении, через который прошла вся разведывательная группа. Ворвался во вражеские окопы,
обеспечив захват плацдарма. За время войны летчик Иван Павлов совершил 237 боевых вылетов, во время которых он нанес врагу большие потери. За героизм Родина увенчала его 2 званиями Герой Советского Союза. Земляки-кустанайцы в благодарность собрали денежные средства на 4 самолета-штурмовика, один из которых вручили Павлову с надписью «Земляку, Герою Советского Союза». Павлову от трудящихся города Кустанай. Кеңес одағының гвардия батыры, кіші сержант Естай Есжанов, Медвин ауылындағы шайқастардың бірінде жалғыз қарумен ғана қалып, жараланғанына қарамастан оқ жаудыруын жалғастыра берді. Бұл шайқаста 3 танк, 7 оқ-дәрі тиелген машина және 2 жаяу батальон жойылды. К январю 1944 года младший сержант Иван Кирпиченко командовал отделением автоматчиков. При захвате стратегической переправы в районе райцентра Буки его отделение наткнулось на укрепленную территорию. Он самостоятельно снял 2-часовых и повел бойцов в наступление, воодушевляя личным примером. В ночь на 5 ноября 1944 года герой Иван Гарвард Громов первым форсировал реку Тиса, захватил плацдарм и удержал его, обеспечив форсирование реки основным силам. Был тяжело ранен. За успешное руководство боевыми действиями и проявленную храбрость получил звание Героя Советского Союза. Наш герой Иван Макеров к началу 1945 года совершил 133 боевых вылета, уничтожая танки, артиллерию, самолеты противника. В налете на аэродром в Эстонии, несмотря на ожесточенный зенитный огонь и истребители, группа Макерова уничтожила 27 самолетов противника. В боях под Польшей Григорий Кравцов заменил погибшего командира, был дважды ранен, истекая кровью, продолжил вести роту вперед. Бойцы роты, воодушевленные примером Кравцова, блестяще выполнили боевую задачу. В этом бою Кравцов, будучи дважды ранен, был убит. Летчик Петр Надеждин не раз водил в бой группы крылатых танков, совершил 107 боевых вылетов. В боях за Севастополь самолет был подбит. Поняв, что до линии фронта не дотянет, Петр Надеждин направил горящий самолет на скопление техники противника. Лейтенанту присвоено звание героя посмертно. 18 марта 1945 года во время наступления танк Василия Нелюбова загорелся от нескольких попаданий снарядов, но продолжил атаку. Когда же навстречу вышли 8 немецких танков «Тигр», экипаж Нелюбова протаранил головной вражеский танк и ценой своей жизни уничтожил его. Что солдаты с кровавых не пришедшие поля не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкали.
что солдаты с кровавых не пришедшие поля не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Соғыстың соңғы көктемі 1945 жыл. Аспан асты, жер үстінде қып-қызыл майдан. Ауада өрт пен оқ-дәрінің иісі қолқаны қабат. Қираған ғимараттар, жаншылған техника, әр жерде жайрап жатқан жауынгер денелері. Берлин үшін шайқас, соңғы, бірақ ең ауыр соғыс болды. Әрбір көше, әрбір үй үшін кескілескен ұрыстар жүрді. Қызыл армия сарбаздары үшін бұл тек қала емес, бүкіл әлемнің тағдыр шешілетін сәт еді. 150-я Идритская дивизия участвовала в разгроме Шнайдемюльской группировки противника, вела ночной бой у озера Воншвазее, была награждена орденом Кутузова второй степени. В марте 1945-го, совершив 160-километровый марш на юг, дивизия прибыла в район Кёнигсберга. А 16 апреля на рассвете был взят город Кунерсдорф. Правда, ценой потери большей части дивизии. 20 апреля артиллеристы дали первые залпы по Берлину. 1945 жылдың 25 сәуірінде бірінші Беларусь майданының 5-ші екпінді армиясына қатысты 990-шы атқыштар полкының рота командирі, қазақ офицері Сейтхан Темірбаев Берлинді алу операциясының шешуші кезеңіне белсене қатысты. Темірбаев басқарған бөлімше темір жол көпірін басып алғаннан кейін Рейхстагқа шабуыл жасауға кірісті. Ол өз ротасымен бірге 11 қалалық кварталды жаудан тазартып, Рейхстагқа дейінгі жолды ашты. Рота Ильи Сьянова в составе прославленного соединения 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии в числе первых ворвалась в Рейхстаг и в течение 2 суток героически сражались с врагом. В этом бою рота старшего сержанта уничтожила 150 немецких солдат и 300 взяла в плен. Конец. Конец всему этому кошмару. Конец войне. Пули свистели в воздухе, рикошетили от стен. Один за другим падали бойцы, но остальные шли дальше. Кеңес солдаттары қирандыға айналған Берлин арқылы тасқын судай ағылып, баррикадалар мен үйінділерді бұзып өтіп, Рейхстагқа қарай өршелене ұмтылды. Бұл ғимарат фашистік Германияның соңғы тірегі нағыз қамалға айналған еді. Рейхстагтағы шайқас бірнеше күнге созылды. Неміс әскерлері жертөлелерге тығылып, соңғы патроны қалғанша қарсылық көрсетті. Ғимараттың ішінде түтін мен өрт, жарылыстардың гүрілі араласып, нағыз сұрапыл қырғын орнады. Кеңес жауынгерлері әрбір бөлме үшін шайқасып, әрбір метр жерді жаудан тазартты. И вдруг тишина. Немцы пали. Над Рейхстагом взвилось красное знамя. Оно было изорвано, пробито пулями, но оно было там. 1945 жылдың 8 мамыры Германия тізе бүкті. Жау жеңілді. Жеңіс! 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 Ораланған қуанышты дауыс жерді жаңғыртты. Халық көркін аспанға атып қуанып, жылап, құшақтасып жатты. Рейхстагқа жеңіс туын тіккендер бұл күнді ешқашан ұмытпайды.
Бұл күн үшін өмірін қиғандар бекер жан тапсырған жоқ. Олар әлемге, жаңа өмірге үміт сыйлады. Және сол сәтте елдің түкпір-түкпірінен мыңдаған ақ қанат хат, барша жұрт зарға күткен бір жаңалықты жеткізу үшін құс болып ұшты. Ол соғыстың аяқталған туралы сүйінші хабар болатын. Бұл өткен мен бүгінді жалғайтын алтын көпір. Бүгінде ұлы жеңістің 80 жылдығында біз сол хаттарды оқимыз. Және сол әр жолдан қыршыннан қиылған боздақтардың осы күнді көре алмаған ардагерлердің үнін естігендей боламыз. Олардың жүрегі әлде қашан тоқтағанымен сол хаттармен бірге соғып, олардың жүрегі әлде қашан тоқтағанымен сол хаттармен бірге соғып тұрғандай. Ол хаттарда біздің тарихи жадымыз, біздің алғысымыз, біздің жеңісіміз. Жеңіс күні алыс арман оттары, гүл астында жатқан жайлар шоқтағы. Өртенді жол шаңдалатты маңайда, осы күнді жақындатты қалайда. Мынау жеңіс күні отқа шаттан, бұл мереке шашыраған сынақтан. Бұл қуаныш шаттанды жылатқан. Жеңіс күні, жеңіс күні, жеңіс күні. Күні түні Мартин қарап тұрмады, отанымыз көзін бір сәт жұмбады. Күні түні өлем деген жоқ ойда, осы күнді жақындатты қалайда. Мынау жеңіс күні отқа шаттан, бұл мереке шашыраған сынақтан. Арманы жан оралмады бәріміз, шықты кешіп жүгірерміз әлі біз. Европаны шарлап шығып көп айда, осы күнді жақындатты қалайда. Мынау жеңіс күні отқа шаттан, бұл мереке шашыраған сынақтан. Жеңіс күні
Пусть мужество и героизм великого праздника никогда и никем не забываются. 9 мамыр еліміздің ең елеулі мерекелерінің бірі. Болашақ ұрпақтың бостандығы мен бақыты үшін соғыстағы майдандагерлердің және тылда еңбек еткен азаматтардың жасаған ерліктері мәңгі жадымызда сақталады. Великая победа, наследие героизма и стойкости. Будем достойны памяти героев. Жеңіс күні құтты болсын! Өртенді жол шыдап баққан талайға, осы күнді жақындаттық қалайда. Мынау жеңіс күні отқа шыдатқан болы қуаныш, шаша қарған сынақтан болы қуаныш, шаттандырып жылатқан жеңіс күні, жеңіс күні, жеңіс күні. Күні түні артын қарап тұрмады, отанымыз көзін бір сәт жұмбады. Күні түні өлім деген жоқ айда, осы күнді жақындаттық қалайда. Мынау жеңіс күні отқа шыдатқан болы қуаныш, шаша қарған сынақтан болы қуаныш, шаттандырып жылатқан жеңіс күні, жеңіс күні, жеңіс күні.